Көшеде не базар маңында, жолда қайыршылықпен айналысатындардың бәрі шынымен де қайыршы, ашқұрсақ, қалтасы жұқа адамдар десеңіз қателесесіз. Қайыршылықтың арқасында айына 5-10 мың ақш долларын табатындар да бар. Олар қымбат машина мен зәулім үйлерде тұрады. Тек олар үшін қайыршылық кәсіп. Төменде сондай бай қайыршылар туралы айтып өтетін боламыз. Бір Саймон Райт Саймон актерлік қабілеті бар қайыршы алаяқ. Ол Лондон көшелерінде ескі киіммен қасына итін ертіп алып күніне 8 сағат, демалыс күндері одан да көп уақыт қайыршылықпен айналысады. Саймон осы жолмен айына 5 мың ақш доллардай тауып, Лондондағы ең жақсы мөлтек-аудандардың біріндегі 300 мың фунт стерлинг тұратын үйінде жасайды. Саймон өз құрбандарын банк пен банкомат маңынан аңдиды екен. Ақша алып тұрған адамдардан алдымен қайыршы кейпінде ақша сұрап көреді, бермесе итімен бірге қоқан-лоққы жасап қорқытып үркітіп дегеніне жетіп отырған. Көршілерінің айтуынша ол букмекерлік кеңселер мен ойынханалардан шықпайтын ойын құмар адам. Тіленшілікпен тапқан тиындарының бір бөлігін ойынға жұмсаса қалғанын банктегі есеп шотына өткізіп отырған. 2015 жылы Саймонды алаяқтығы, көшеде бей-берекетсіздік туғызған үшін соттап, қайыршылықпен айналысуға қатаң тыйым салған. Егер ол заңды тағы бұзса, 5 жылға бас бостандығынан айыру үкім етіліпті. 2 айшайша 100 жасқа дейін Жидда көшелерінде қайыршылық қылған араб әйелі. Бұл әйел қайтыс болғанда үйінен 800 мың доллар мен 200 мың долларлық қымбат әшекей бұйымдар табылған екен. Ол барлық байлығын үйсіздерге мұра етіп қалдырған. 3 Самбаджи Кале жанұясы Самбаджи жанұясымен бірге Бомбей көшелерінде қайыршылық қылады. Бір күнде отбасымен бірге 1001 рупий, 4.96 тк рупийден артық табады екен. Олардың банкте жеке есеп шоттары бар. 4 Кришна Кумар Гите Кришнада бомбейлік өте шебер қайыршы. Ескі киімде жүріп ол күніне 5 мың рупий тауып, хан сарайдай үйде тұрады. 5 Ирвин Кори Ирвин Голливудтың атақты комик актері. Вуди Алленнің досы. Манхэттенде миллионерлер тұратын ауданда жасаған. Күніне газет сатумен 200-250 доллар тапқан. Тапқан ақшаларын балалар үйіне жіберіп отырған. Бір бөлігін өзі сатып отырған газеттерге қаржылай көмек ретінде беретін болған. Ирвин 2014 жылы 103-ке қараған шағында өмірден өтті. 6 Лакшми Дас Лакшми Калкуттаның кедейлер ауданында 44 жыл қайыршылық қылған. 16 жасынан бастаған кәсібімен 60 жасында банкке 4 шелекпен 90 келі теңге өткізген. 7 Уилл Андерсон Уилл Нью-Йорк тұрғыны. Кезінде театр актері болған. Өзінің иті Ризбен сағатына 200 доллар табады. 8 Гери Томпсон мүгедектер арбасына таңылған Гэри адамдардың аяушылығын туғызу үшін өзін мүгедек һәм ақылы кем етіп көрсетеді. Шындығында сап-сау адам. Гэридің айтуынша жылына 100 мың доллар ақшаны осы жолмен табатын көрінеді. 9 Массу үндістандық қайыршы. Күнде кедейлер сияқты киініп 8-10 сағат қайыршылықпен 15 мың рупий табады. Адамдар осы қайыршыға тиын тастап жатып миллионерге ақша беріп жатқанын білмейді.